Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге үміт аман келді. Бүгін өзім тапсырысқа дайындайтын балды торттың, яғни медовиктің рецептімен бөліскім келіп отыр. Ол үшін бізге ең алдымен суымызды отқа қойып, оның үстіне балымызды және майымызды қосып ерітіп аламыз. Оны жақсылап еріген соң, үстіне 1,5 шай қасық сода қосып араластырамыз. Араластырып жақсылап көпіргеннен соң 1-2 минут тағы отта ұстап, оттан алып, оны суытуға басқа бір ыдысқа құйып аламыз. Тез суу үшін бізге бұл массамыз бөлме температурасына дейін суу қажет. Ол суығанша біз 4 жұмыртқамызды жарып, оған шым-шым тұз қосып, жақсылап отырып миксерімізді біртіндеп жылдамдығын көтере отырып, қантымызды да шетінен бөліп, яғни 3 бөлікке бөле отырып, аз-аздан салып, аппақ көпіршік қылып көпіртіп аламыз. Жақсылап көпірсін десеңіз, сіздің жұмыртқаңыз бөлме температурасында болу қажет, және де барлық ингредиенттерді шетінен салып отырамыз. Яғни қантымызды бірден емес, бөліп саламыз, сонда біздің аппақ әдемі көпіршік болып шығады. Міне осындай жақсы болып көтерілді. Бұның үстіне енді құрғақ заттарымызды електен өткізіп, оны да бөліктерге бөліп, шетінен араластырып қосамыз. Яғни мұнда ұным бар. Онды електен өткізіп отырып, және венчикпен осылай араластырып алдым. Одан кейін бөлме температурасына дейін суыған жаңағы балымызды, майымызды біртіндеп оны да осылай қосамыз. Кезек-кезек етіп, бірінші құрғақ зат, одан кейін жаңағы сұйық зат, одан құрғақ зат, сөйтіп ең соңында құрғақ заттан аяқтауымыз қажет. Достар, рецепт немесе каналдағы басқа да рецепттер ұнап жатса, каналға жазылып, тағы да басқа видеоларды жіберіп алмас үшін қоңырауды басып, ұнап жатса лайк баса отырыңыздар, мен өте қуанып қалар едім. Мінеки осындай әдемі қою біздің массамыз шықты, қою қаймақ сияқты. Бұны біз противеньға белгілеп аламыз, пергамент төсеп, және бұған мен 4 ас қасықтан қостым, толтырып. Кейбіреу жұқасын қалайды. Менің тапсырыс берілген клиентім бұл жолы қамырды қалың болғанын қалады, және сондықтан мен 4 қасық үлкен толтырып қостым. Егер жұқалау болған қаласаңыз, 2 қасықта жақсы жетеді, ол да жақсы көпіреді. Осындай жұмсақ болып піседі. 180 градусқа қызарғанша пісіріп аламыз. Сынбайды қамырларымыз, осындай әдемі жұмсақ болып піседі. Оны біз қажетті формамызға салып, кесіп аламыз жан-жағын. Менде осындай қалың 6 корж болып шықты. Және тоңазытқыштан бірден алынған сливкимізді құйып, ештеңе салмай араластырып, жақсылап көпіртіп алдым. Бұл біздің креміміз болады. Бұл жолы кремімізге мен қант ұнтағын емес, қойытылған сүт қосатын боламын. Сондықтан осылай қатты көпіртпей, орташа ғана осындай жұмсақ болып шығу керек. Осы жағдайға дейін көпіртіп, оның үстіне қойытылған сүтті қосып, венчикпен араластырып алдым. Осындай әдемі массамыз шығады. Бұл кремнің дәмі өте керемет. Бұл қатты қою болып кетпеу керек. Себебі біздің қождарымызға сіңу керек. Осындай қоюлықта бізге әбден жетеді. Және кальциомызды сала отырып, тортымызды жинақтаймыз. Егер кальцио болмаса, онда онсыз да жинауға болады, теп-тегіс етіп. Және менің қождарым қалың болғандықтан кремді де көбірек салдым, тез сіңу үшін. Ал сіз жұқарақ болсаңыз, 2-3 ас қасық әбден жетеді. Өстіп кезектестіре отырып, тортымызды жақсылап жинап аламыз.
осылай рет-ретімен жинап алған соң шетіндегі қалдырықтарының ұнтақтарын ұсатып осындай торттың бетіне жан-жағына біздің кәдімгі классикалық әсемдеуімізді жасаймыз. Содан кейін қажетіңізше жеміс жидек немесе туған күндер болса жазу басқа да нәрсе істеуге болады. Немесе үйге жеуіңізге осылай да болады. Өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Тоңазытқа салуды аса қажет етпейді. Бір жарты сағат, 1 сағатқа салып қойсаңыздар әбден жетеді. Бірден бере берсеңіздер де болады. Өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен бұл рецептпен тапсырысқа дайындап жүрмін.